Сөз депутат Сәрсенғалиев Нартай Аралбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловқа. Құрметті Әлихан Асқанұлы. Бұл депутаттық сауалым өзге елде заңсыз еңбек мигрант атанып, құқығы қорғалмай, қауіп қайдан келеді деп жәутеңдеп отырған 20 мыңнан астам қазақ баласының арызы деп біліңіз. Арқа жайлы болса арқа рауып несі бар? Жалақыға жарымай, табақтай дипломына лайықты жұмыс таппаған қазақ жастары қазір әлемнің әр түкпірінде қара жұмыс істеп жүр. Оларды сөгуге ешкімнің құқығы жоқ. Мәселе Оңтүстік Кореяда еңбек етіп жатқан отандастарымыз жайлы. Ресми дерек. 2022 жылы Оңтүстік Кореяда еліміздің 9600 азаматы заңсыз еңбек мигранты болып жұмыс істеді дейді. Ал отандастарымыздың басын біріктіретін орталықтар қазір Оңтүстік Кореяда 20 мыңнан астам қазақстандық жүргенін айтады. Заңсыз жүрген еңбек мигрантының жағдайы түсінікті. Азаматтарымыз асқақ сөйлемек түгілі астарлап жағдайын айту үшін де тартынып тұрады. Мысалы, 57 жасар қазақстандық Оңтүстік Кореяға еңбек мигранты болып барып, көз жұмғанда, оның денесін әкелу үшін бала-шағасының жұрттан жылу жинап кеткені есімізде. Одан бөлек, сол елдегі өндіріс орындарында қолынан айырылған, басқа да жарақат алған отандастарымыз арыздарын айтуда. Себебі оларға ешкім ешқандай өтемақы төлемейді. Қажет десе жұмыс беруші оларды заңсыз еңбек мигранты ретінде құзырлы орындарға ұстатып жібере алады. Отандастарымыздың құқығының қорғалмауының себебі екі жақты келісімшарт негізінде берілетін Е9 уақытша еңбек визасының болмауы. Мемлекет басшысы 2020 жылдың қазан айында бірқатар елдерде қазақстандықтар заңсыз жасырын жұмыс істеп жатыр. Мұндай жағдайда еліміздің азаматтары өзге елде тіркеу қиындықтары мен әртүрлі тұрмыстық мәселелерге тап болады деп үкіметке бұл мәселені шешуді шегелеп тапсырған болатын. Бірақ әлі күнге дейін бұл түйткілдің түйіні тарқаған жоқ. Корея Республикасы мен 16 ел еңбек рұқсаттары жүйесі атты шетелдіктерді жұмысқа орналастыру жүйесіне қосылғанын білеміз. Аталған жүйеге Қазақстан әлі қосыла алмай келеді. Мынаны қараңыздар. Оңтүстік Корея Республикасының үкіметі Қазақстанның көптеген сұрауларын ескере отырып, еңбекке рұқсат беру жүйесіне Қазақстан Республикасын енгізу мәселесін қайтадан қарастырып, тиісті келіссөздерді жүргізуге дайын екенін жеткізді. Корея тарапы қажет болған жағдайда тиісті мамандарын жіберіп, әдістемелік көмек көрсетуге де дайын. Ол олма, Корея тарапынан келіп түскен хатта Қазақстанды еңбекке рұқсат беру жүйесіне енгізуге қатысты қойылатын нақты шарттарда көрсетілген. Бірақ еліміздегі жауапты орындардың мәселені шешуге деген құлқы көрінбейді. Өйткені аталған мәселелерді реттейді деген үмітпен арнайы көші-қон комитеті құрылып еді бізде. Бірақ олардың осы бағыттағы нәтижелі жұмысын көрмедік. Бүгінге дейін екі ел арасында 7 раундтық келіссөз жүргізілген, әлі нәтиже жоқ. Ал Оңтүстік Кореяда заңсыз еңбек мигранты ретінде көзі жәудіреп мыңдаған қазақ баласы отыр. Нақты сұрақ. Қазақстан қашан еңбекке рұқсат беру жүйесіне енеді? Қазақстандықтар қашан Оңтүстік Кореяда заңды түрде еңбек ете алады? Екі ұсыныс бар. Бірінші, Қазақстанды еңбекке рұқсат беру жүйесіне қосу үшін тиісті іс-шаралар жоспарын жедел пысықтауды тапсырамыз. Екінші, екі ел арасында ортақ келісім жасалғанша, Оңтүстік Кореяда заңсыз еңбек мигранты болып жүрген 20 мыңға жуық қазақстандықтың құқығын қорғайтын заңдық тетікті неғұрлым тез табу қажет. Осы депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап күтеміз. Аманат партиясының фракция мүшелері.